Саламатсыздар ма оқушылар, әдебиеттік оқу сабағын бастаймыз. Сабақтың тақырыбы отанымды сүйемін. Бүгінгі сабақта тақырып бойынша сөзжұмбақтар шешеміз. Өлеңдерге сүйеніп көркем сөздерді табамыз. Өлеңдерді салыстырамыз. Ең алдымен сөзжұмбаққа қараймыз. Бірінші сұрақ: ұлттардың бірлігі, татулығы ол не? Ұлттардың бірлігі, татулығы ол достық. Келесі: мемлекеттік рәміздеріміздің бірі ол елтаңба. Келесі: үшінші ұлттың аты. Ұлттың аты қазақ. Төртінші сұрақ: сені өмірге әкелген мейірімді жан. Ол әрине ана. Отан деген сөз шықты, иә? Балалар, енді отан деген не деген сұраққа жауап беріп көрейік. Отан дегеніміз не ол? Келесі: өлеңдерді түсініп оқимыз. Отан. Жақан Смақовтың «Отан» деген өлеңі. Гүлдердің ертемен қауызын ашқанын, көктемнің көкпеңбек мөп-мөлдір аспанын, таулардың қол жетпес асқарын ұнатам бәрінде, өйткені ол отан, ұлы отан. Бәрінде ұнатам, өйткені ол отан, ұлы отан. Келесі: Мұқағали Мақатаевтың «Отан» туралы өлеңі. Мен оның түнін сүйем, күнін сүйем, ағынды өзен, асқар-тау гүлін сүйем. Мен оның қасиетті тілін сүйем, мен оның құдіретті үнін сүйем. Бар жәндігін сүйемін қыбырлаған, бәрі маған отан деп сыбырлаған. Жаным менің кеудемді жарып шықта, боз торғайы бол оның шырылдаған. Отан, отан, бәрінен биік екен, мен оны мәңгілікке сүйіп өтем. Бұл «Отан» туралы өлеңнің авторы Мұқағали Мақатаев. Ол Алматы облысында дүниеге келген ақын, аудармашы. Енді 5-ші тапсырмаға қарап, 5-ші тапсырманы орындаймыз. Өлеңдерге сүйеніп көркем сөздерді тап. Бірінші: аспан. Мөп-мөлдір аспан. Қауызын ашқан гүл. Қол жетпес асқар тау. Ағынды өзен. Қасиетті тіл. Құдіретті үн. Осы 5-ші тапсырманы орындап, дәптерге жазамыз. Келесі 6-шы тапсырма: өлеңдерді ауызша салыстырамыз. Бірінші: ақындар. Олар Жақан Смақов және Мұқағали Мақатаев. Отанды неге теңейді? Жақан Смақов отанды неге теңейді? Мұқағали Мақатаев неге теңейді? Және екі өлеңдегі ұқсастықтарды, екі өлеңдегі ерекшеліктерді айтамыз. Бірінші: Жақан Смақов отанды ұлы отанға теңейді. Ал Мұқағали Мақатаев отан ол бәрінен биік екен дейді. Ал екі өлеңдегі ұқсастықтар, олар екі ақынның да отанға деген сүйіспеншілігін жеткізуі. Екі ақын да отанға деген сүйіспеншілігін осы өлеңде көрсетіп тұр. Енді балалар, өлеңдердегі соңғы жолдарды тауып, қайталап оқыңдар. Ақын отанына, туған жерге сезімін ерекше сөздермен білдіріп отырады. Сен де өз туған жерің туралы айтқанда осы сөздерді қолдануыңа болады. Осымен сабағымыз аяқталды. Жақан Смақовтың «Отан» туралы өлең жаттайды.